Бір заманда періштелердің ақ қанатты қолбасшысы болған, төтенсіз оттан жаратылған тіршілік. Жәннаттан қуылуымызға себеп болған жаратылыс. Жындар тобының ең азғын қылмыскері. Менмендігі үшін ең жоғарғы дәрежеден ең төменгі дәрежеге түскен адамзаттың ең үлкен жауы шайтан. Біз адамды құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан жараттық. Ал жындарды оған дейін терідегі ұсақ саңлаулардан тәнге еніп кете алатын түтінсіз оттан жараттық. Жер бетінің алғашқы тұрғындары жындар еді. Ібіліс жаратылған кезде жерде адамдар жоқ болатын. Жындар тобы ғаламда билік жүргізген. Көрінісі нұр сияқты аппақ, аспанда және жерде сәжде жасалмаған, бірде-бір жер қалдырмаған, мәртебесі бойынша періштелерден жоғары болған Ібіліс, яғни шайтан, 20 000 жыл періштелерге ұстаз болған. Жындар жер бетінде хаос жасап қан төгеді. Алла тағала әскер басында Ібіліс болған періштелерден бір топты оларға жібереді. Ібіліс әскерімен бірге осы азғын тіршілік иелерін жеңеді, аралдарға және таудың етектеріне қуады. Ібіліс пен періштелерден құрылған әскер жер бетінің гүлденген және өнімді жерлеріне қоныстанады. Бұл істі жасағаннан кейін өз-өзіне осыдан бұрын ешкімнің жасай алмаған нәрсесін мен жасадым деп көңілі тойып масаттанады. Әрине Алла тағала оның бұл мақтанышынан хабардар еді. Бірақ жанындағы періштелер бұны білмейтін. Алла тағала періштелерге жер бетінде бір халиф жарататынын айтқанда, осыған дейін жындардың жасағанындай ол жақта бұзақылық жасап, қан төгетін тіршілік иесін жаратасың ба? Біз сол үшін оларға жіберіліп едік, деп сұрайды періштелер. Алла тағала оларға: мен сендердің білмейтіндеріңді білемін. Яғни, мен Ібілістің жүрегінде болып, сендер білмейтін ол менмендік пен мақтанышты білемін дейді. Міне осыдан кейін Алла тағала адамның топырағының әкелінуіне әмір береді. Топырақ әкелінеді және Алла адамды жаратады. Адам бір шетке лақтырылған жансыз мүсін ретінде 40 күн жатады. Ібіліс оның бұл жансыз мүсініне келіп аяғын тебеді және одан дауыс шығарады. Бір қамыстың ішіне үрлегендей, ішін үрлейді. Алдынан кіріп, сыртынан шығады. Сыртынан кіріп, ішінен шығады. Сол құп-құрғақ балшыққа: сен ештеңе емессің. Егер саған билігім жүрсе, сені жоқ қыламын. Егер сен маған билік жүргізетін болсаң, сені тыңдамаймын дейтін. Періштелер мен Ібіліс Адам алейхиссаламның жанына келіп, оны зерттей бастайды. Бұл кім? Неге жарайды? Алла бұны не үшін жаратты деп айналасына қарайды. Шайтан періштелерге: егер Алла бұны жандандырып, рух үрлеп тірілтсе және сендерден жоғары қылса, не істейсіңдер дейді. Періштелер болса: бұл не деген сұрақ? Әрине Раббымызға бағынамыз дейді. Шайтан өзінен жоғары бір жаратылыс жаратылатынын түсінгенде Адам алейхиссаламға қызғанышы басталады. Есіңде болса, Раббың періштелерге: мен құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан адам жаратамын. Оған толыққанды, ең көркем кескін келбет беріп, ішіне өз рухымнан үрлегенімде, яғни рухты жаратып, оған жан бітіргенімде, оған бірден сый құрмет көрсетіп, сәжде етіңдер деген еді. Сонда барлық періштелер бірден сәжде етті. Тек Ібіліс қана сәжде етпеді. Ол сәжде еткендермен бірге болуды қаламады. Сонда Алла Ібіліске: саған адамға сәжде ет деп бұйырғанымда, сәжде етпеуіңе не нәрсе себеп болды, дейді. Ібіліс болса: мен одан әлдеқайда артықпын, өйткені сен мені оттан жараттың, ал оны балшықтан жараттың деп тәкаппарланады. Сол кезде Алла оған:
ендеше түс ол жерден, яғни жұмақтан жерге түс дейді. Сонау жерде тұрып көкірек керуге сенің хақың жоқ, қане шық, сен енді жаратылыс біткеннің қорысың деп айтады. Ібліс болса, онда ең болмаса бүкіл адамзат өліп қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер дейді. Алла оған мақұл, саған һәм өзің сияқтыларға қиямет күніне дейін рұқсат берілді дейді. Ібліс болса, ендеше мені азғырып адастырғаның, яғни сынап сүріндіргенің үшін ант етемін. Мен де оларды тынбай азғырып адастыру үшін сенің тура жолыңа кесе көлденеңдеп отырып аламын. Содан кейін олардың кейде алдынан, кейде артынан, кейде оң жағынан, кей кезде сол жағынан келіп азғырамын. Нәтижесінде олардың басым көпшілігін шүкіршілік айтатын құлдарың ретінде көре алмайсың дейді. Сонда Алла оған: жазғырылған һәм рақымымнан аласталған күйде шық бұл жерден. Ант етемін, олардың арасынан кімде-кім саған еретін болса, біліп қойыңдар, жаһаннамды сөзсіз сендермен толтырамын дейді. Содан кейін адам мен жұбайын жұмаққа кіргізіп: әй адам, жұбайың екеуің жәннатты мекендеңдер, ол жерден қалағанша ішіп жеңдер, қызығына батыңдар, тек мына ағашқа жоламаңдар, әйтпесе залымдардың қатарына қосыласыңдар деп ескертеді. Ибн Аббас радиаллаху анхудың риуаятында, ібліс жұмаққа кіргісі келген кезде жұмақтың күзетшілері оған кедергі болады. Сөйтіп жүргенде жыланға келеді. Ол 4 аяғы бар бір жануар болатын, Қорасан түйесіне ұқсайтын. Ол кәдімгідей жануарлардың ең әдемісі болатын. Шайтан бүкіл басқа жануарларға да барады, бірақ ешкім оны қабылдамаған. Жылан болса оны қабылдап жұтады. Жұмақ күзетшілеріне көрсетпей оны жұмаққа кіргізіп алады. Жылан жұмаққа кіргенде ібліс оның аузынан шығып уәсуәсін жасауды бастайды. Міне осылайша жыланды қарғысатып, аяқтары жоқ болып қарнының үстінде сүріне бастайды. Оның ризығы топырақта, және сол үшін де адамзатқа дұшпан болады. Содан шайтан олардың өздерінен де жасырын жабық болған әберін ашу үшін екеуін азғырып, Раббыларың екеуіңді қос періштеге айналып, немесе мәңгілік өмір сүретіндердің қатарына қосылып кетпесін деп, сендерге бұл ағаштың жемісін жеуге тыйым салды дейді. Сөйтіп екеуіне: мен сендерге шын жанашыр ақылшы ретінде насихат айтудамын деп Алланың атымен үсті-үстіне ант сушеді. Тыйым салынған ағаштың жемісін жеген сәтте-ақ екеуінің әбері көз алдарында ашылып қалады. Сөйтіп екеуі жанталасып жұмақтың жапырақтарымен әберлерін жабуға кіріседі. Кезде Раббылары оларға: мен екеуіңді ол ағаштан тыймап па едім, және шайтан екеуіңе анық дұшпан деп айтпап па едім дейді. Сонда екеу: уа Раббымыз, біз өз-өзімізге қиянат жасадық. Егер бізді кешпесең, әрі есіркеп рақымыңа бөлемесең, зиянға ұшырағандардың қатарында боламыз деп жалбарынады. Алла оларға: біріңе бірің дұшпан болған күйде жер бетіне түсіңдер. Жерде сендер үшін біршама уақытқа дейін тұрақтайтын мекен әрі игіліктер бар. Уа адамның үрім бұтағы, шайтан ата-аналарыңа бірінің әберін біріне көрсету үшін үстеріндегі тақуалық киімін шешіп, жұмақтан қалай шығарып тынған болса, сендерді де дәл солай азғыру арқылы дүниедегі сынақтан сүріндіріп, бастарыңды бәлеге қалдырмасын. Ол да тайпасы да сендер оларды көре алмайтын жерлерден бәріңді көріп тұрады. Расында біз шайтандарды иман етпейтіндерге дос-жаран қылдық. Осыдан кейін бәрі жер бетіне түсірілді. Шайтан мен адамның соғысы басталды. Жындардың кәпірлеріне шайтан дейді. Бұлардың саны көп. Шайтандардың санын Алла біледі. Іблістің шын аты Азазил. Алла тағаланың Хазірет Адамға алейхиссалам сәжде ету әміріне қарсы шығуы және бұл сәжде әміріне менмендік танытып, бүлік шығаруынан кейін ібліс және шайтан есімдерін алады. Тәкаппар бай, зина және жезөкшелік жасайтындар, үздіксіз ішімдік ішіп тәубе етпейтіндер, адамдарды арттарынан мазақтайтындар, тез ашуланатындар шайтанның жақсы көретіндері. Бисмилласы айтылмаған әр тамақты шайтан жақсы көреді және жейді. Бірақ бисмилласы айтылған тамақты ешқашан жей алмайды. Өтірік айтатындар, жалған ант беретіндер, қонақтарды жақтырмайтын ашкөздер, Алла жасырған күнәні ашқандар шайтанның достары. Шайтан ойынхана, ішімдік ішетін жерлер
түнгі клубтар, жол жиектері, жағажайлар және базарларда жүреді. Өздерін Алла жолына арнаған жастар шайтанның ең жақсы көрмейтін адамдары. Саид ибн Марис ұқсас бір хадисті Уруа ибн Руайннан риуаят етеді. Иса алейхиссалам Раббысынан шайтанның адамзаттағы орнын көрсетуін талап етеді. Алла болса оған көрсетеді. Шайтанның басы жыланның басы сияқты, және басын жүрек жемісінің үстіне қойған күйде етін. Кісі Раббысын зікір етіп еске алғанында кері шегініп басылады, зікірді тастағанда оған билігі жүріп сөйлейтін. Шайтан адамдарды алдау үшін Алладан кейбір тұзақтар сұрайды. Өзіне алтын, күміс, ат, тамақ, ішімдік, көйлек, шарап және құрал-сайман сияқты заттар беріледі. Оларды онша ұнатпайтын. Бірақ әйелде берілгенде шайтан қуанышынан алақандарын соғып ойнай бастайды. Бұдан бөлек ашкөздік, өзімшілдік, ашушаңдық, қорқыныш, уайымшылдық сияқты адамның көптеген әлсіз тұстары бар. Бұлар пайдалануға жарамды кеніштерге ұқсайды, және шайтан өмір бойы бұларды пайдалануға тырысады. Шайтан құсты алдап ұстау үшін ысқырып тұрған аңшыға ұқсайды. Құс сияқты шиқылдайды. Құс өзі сияқты құс деп ойлап аспаннан түсіп тұзаққа ұсталады. Әлемде 100 мыңдаған тұзақ пен дәм бар. Біз болсақ аш және аш көзді құстар сияқтымыз. Бір күні мүмін адамның шайтаны мен кәпірдің шайтаны кездеседі. Кәпірдің шайтаны семіз, жылтырап, таза және сәнді киімде болады. Мүміннің шайтаны болса арық, лас, кір және жалаңаш болады. Кәпірдің шайтаны мүміннің шайтанынан: бұл хәлің не деп сұрайды. Мүміннің шайтаны: не істейін, жейтін кезінде бисмилля деп мен аш қаламын. Ішетін кезінде бисмилля деп мен сусыз қаламын. Киінетін кезінде киімін бисмиллямен киініп мен жалаңаш қаламын. Тазаланатын кезінде бисмиллямен тазаланып мен лас қаламын дейді екен. Бұған кәпірдің шайтаны: мен бұлардың еш қайсысына бисмилля демейтін адаммен доспын. Жеуінде, ішуінде, киінуінде мен оған қосыламын дейді екен. Джабир бин Абдуллах радиаллаху анхудан келген риуаятта Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Ібліс тағын саудың үстіне орнатады. Сосын жасайтын жамандықтарды жасау үшін көмекшілерін жан-жаққа жібереді. Дәрежесі мен лауазымы жағынан оған ең жақындары фитнаның ең дәуін жасайтындар. Бәрі не істеп не қойғандарын түсіндіру үшін Іблістің жанына келеді. Және араларынан бірі: мен ананы мынаны жасадым дейді. Бірақ Ібліс оған: сенің жасағаның түк емес дейді. Сөйтіп басқа біреу келіп, бір адам әйелімен ажырасқанға дейін оның жағасын жібермедім дейді екен. Ібліс бұған соншалық қуанып, дереу оны жанына отырғызып, сен не деген сүйкімдісің деп оны мақтайды. Хазіреті Айша радиаллаху анха былай айтқан: Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір түні жанымнан шығып кеткен еді. Мен осы үшін қызғандым. Біраздан кейін келіп, менің қызғанғанымды сезді. Менен: не болды Айша, немесе қызғандың ба деп сұрайды. Мен: не болсын, мен сияқты біреу сен сияқты бір адамды қызғанбас па дедім. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам: саған шайтаның келді ме дейді. Ей Алланың елшісі, менімен бірге шайтан бар ма дедім. Ол болса: иә дейді. Әр адамның жанында бір шайтан бар ма дедім. Ол болса: бар дейді. Сенікі де бар ма ей Алланың елшісі деп сұрадым. Сонда Алланың елшісі: иә бар, бірақ менің Раббым маған көмектесіп, менікі берілген дейді екен. Әбу Аттарда радиаллаху анхудан келген риуаятта Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам намаз оқу үшін тұрады.
намазында былай айтқанын естідік: сенен Аллаға сыйынамын. Сосын 3 рет Алланың қарғысымен сені қарғаймын деді. Бір нәрсені ұстап алатындай қолын созады. Намазын бітіргеннен кейін біз: ей Алланың елшісі, намазда бұдан бұрын еш естімеген бір нәрселер айтқаныңды естідік және қолыңды созғаныңды да көрдік дейді. Бұған Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Алланың дұшпаны Ибіліс бір от кесегін әкеліп бетіме жақындатты. Мен де 3 рет сенен Аллаға сыйынамын дедім. Сосын сені Алланың қарғысымен қарғаймын дедім. Бірақ ол 3 рет айтқаныма қарамастан қашып жоқ болып кетпеді. Сосын оны ұстап алғым келді. Сол себепті де қолымды создым. Мен оны қылқындырдым. Шынында оны осы мешіттің бағандарының біріне байлауды қатты қалаймын. Осылайша таңға дейін қалағандарыңда сендер де бәрің оны көретін едіңдер. Бірақ кейін бауырым Сүлейманның мына дұғасы есіме түсті: Я Раббым, мені кешір және маған менен кейін ешкімге лайық болмайтын қасиет бер деген еді. Алла да оны итті қуғандай қуып жіберді. Абу Хурайрадан радиаллаху анху риуаят етілгеніне қарай Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: намаз үшін азан оқылған кезде шайтан арт қарап азанды естімейтін жерге дейін қатты үрейленіп қашады. Азан біткенде қайтып келеді. Намаз үшін қамат оқылған кезде қайтадан теріс қарап қашады. Қамат біткенде қайтадан қайтып келеді. Және кісі мен нәпсісі арасына кіріп оған: ананы есіңе түсір, мынаны есіңе түсір деп бұдан бұрын ойында жоқ нәрселерді ойлатып, нәтижесінде адам қанша ракағат намаз оққанын білмей қалады. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риуаятта: туу кезінде шайтан тиіспеген ешқандай бала жоқ. Баланың туып жатқанында айғайлауы шайтанның осы түртуінен. Бірақ Мәриямның ұлы мен өзі өзгеше делінген. Абу Хурайра радиаллаху анху бұл хадисті айтқаннан кейін: қаласаңдар мына аятты оқыңдар деп мына аятты оқыған. Мен оны һәм ұрпағын рақымыңнан қуылған шайтаннан сақтай көр деп бір өзіңе сыйынамын. Хазіреті Мәриямның анасы Хазіреті Мариямға аяғы ауыр болғанда оны сақтау үшін Аллаға осылай дұға еткен екен. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху айтқан риуаятта: Хазіреті пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам жанында бір адам туралы әңгіме басталып, ол адам туралы: бұл кісі ұйықтап кетеді, таң намазына тұрмайды делінгенде Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам: құлағына шайтан дәрет сындыратын кісі осы адам деген дейді. Сіздерден біреу түнде ұйықтағанда шайтан оның мойнына 3 түйін байлайды. Әр түйінді байлап жатып, сенің алдыңда ұзын бір түн бар деп байлайды. Кісі оянып Алланы еске алғанда бір түйін шешіледі. Дәрет алғанда екінші түйін шешіледі. Намаз оқыса бүкіл түйіндер шешіледі. Одан кейін ол кісі қуанышты және көңілі тоқ болып, таңертең сергек болып жүреді. Әйтпесе таңда көңілі кір және жалқау болып тұрады. Кейбір хадистерде шайтанның адам денесіне кіретіні және ол жерге жайғасып алатыны жазылған. Абу Хурайраның радиаллаху анху риуаят еткен бір хадисінде Алланың елшісі алейхиссалам былай деген: сіздерден біреуің ұйқысынан оянғанда 3 рет сүмгірсін. Себебі шайтан оның мұрын қуысында түнейді. Шайтанның адам денесіне кіріп жайғасатын жерлерінің бірі тырнақтардың асты. Сол үшін Хазірет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: сақалдарыңды жуыңдар, тырнақтарыңды да кесіңдер. Өйткені шайтан ет пен тырнақ арасына кіреді деген. Абу Хурайраның радиаллаху анху риуаят еткен хадисінде Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Алла бір құлының түшкіруін жақтырады, есінеуін жақтырмайды. Бірің намаз оқып жатып есінейтін болсаң, қолынан келгенше есінеуін ұстасын, себебі шайтан кіреді. Шайтанның дәрет алу барысындағы шабуылы былай түсіндірілген: шайтан дәрет алған кейбір кісілерге дәретте ұзақ тұру керек екенін сыбырлайды. Осы үшін де кейбір кісілер дәретте қажетсіз жерге көп уақыт құртады. Истибраны да қатты асыра сілтейді. Кейбіреуде шайтанның итермелеуімен дәреттің ниетін бірнеше рет қайталап, дәретін бірнеше рет басынан бастап алады.
кейбіреулерде осы итермелеуден судың көзін түбіне дейін зерттеп, дәрет суының тазалығынан күдіктене бастайды. Сіздердің біріңіз намаз оқып жатқанда, ол адамға шайтан келіп, бір адам жануарды ұстап алғандай оны ұстап алады. Сосын ол адамға жел шығарғандай сезім береді. Сіздердің біреуіңіз осындай жағдайға тап болғанда, нақты бір дауыс немесе иіс сезбегенше намаздан айырылмасын делінген. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деген: бір-біріңе қару-жарақ бұрып әзілдеспеңдер, өйткені білмейсіңдер, шайтан босатып жібереді де өздеріңді жаһаннамның шұңқырынан табасыңдар. Муслимнің Ибн Масғудтан жазып алған риуаятында: ей Алланың елшісі, кейбіріміз ішінен біліп тұрып айтқаннан гөрі көмір сөнгенше жануды және аспаннан жерге лақтырылуды қалайтындай дауыстар естиміз. Бұл уәсуәсі бізге зарар береді ме? дейді екен. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: жоқ, бұл қорқуыңыз шынайы иманның белгісі деген екен. Абу Катаданың радиаллаху анху айтқанына қарай, Расулуллахтың саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан естідік: түс Алладан, жаман түс шайтаннан. Ондай болса, сіздерден біріңіз жанына жақпайтын жаман бір түс көретін болса, сол жағына түкірсін және одан Аллаға сыйынсын. Осылай жасаса, шайтан оған зарар келтіре алмайтын болады. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Расулуллах алейхиссалам мені Рамазан зекетін сақтауға тағайындап еді. Сөйтіп бір қара адам келіп қоймадан алақандап ала бастады. Мен дереу оны ұстап алдым. Сені Расулуллахқа алейхиссалам апарамын дедім. Маған ол: мен кедей мұқтаж біреумін. Оның үстіне қарауым керек, бала-шаға бар. Қажеттіліктерім шынымен өте көп, ауыр дейді. Мен оны жібере салдым. Таң атқанда Хазіреті пайғамбар алейхиссалам: ей Абу Хурайра, кешегі тұтқыныңды не істедің деп сұрады. Мен: ей Алланың елшісі, маған ауыр қажеттіліктері мен бала-шағасы туралы айтты. Сол себепті оған жаным ашып жібере салдым дедім. Расулуллах алейхиссалам: бірақ ол саған өтірік айтты. Хабарың болсын, тағы да келеді дейді. Осы сөзінен ол албасының тағы келетінін түсіндім. Сол үшін оны күте бастадым. Сөйтіп қайта келді және қоймадан алақандап ала бастады. Мен оны дереу ұстап алдым. Сені міндетті түрде Расулуллахқа алейхиссаламға апарамын дедім. Қайтадан жалынып: мені жібер, шынымен өте мұқтажбын, мойнымда бала-шаға бар, енді жасамаймын дейді. Мен қайтадан жаным ашып жібере салдым. Келесі күні Расулуллах алейхиссалам: ей Абу Хурайра, кешегі тұтқыныңды не істедің дейді. Мен: ей Алланың елшісі, маған қажеттілігімен бала-шағасы туралы дертін айтты. Мен де оған жаным ашып жібере салдым дедім. Бірақ Расулуллах алейхиссалам: ол өтірік айтты дегенмен тағы да келеді. Үшінші рет тағы да күзеттім. Тағы келіп қоймадан алақандап ала бастады. Оны қайтадан ұстап алдым. Сені міндетті түрде Хазірет пайғамбарға алейхиссалам апарамын. Бұл үшінші рет келуің. Оның үстіне шаршамай енді келмеймін деп қайта келіп жүрсің дедім. Қайтадан менен өтініп былай деді: жібер мені, саған бірнеше сөз үйретейін. Алла саған олармен пайда береді. Мен: бұл не сөздер, айт дедім. Маған ол: төсекке кіргеннен кейін аятул курсиді соңына дейін оқы. Бұны жасасаң, Алла саған қорғаушы періште жібереді. Таң атқанша саған шайтан жақындамайды дейді. Мен қайтадан жаным ашып оны жібере салдым. Таң атты. Расулуллах алейхиссалам: кешегі тұтқыныңды не істедің дейді. Мен: ей Алланың елшісі, маған бірнеше сөз үйрететінін, олармен Алланың маған пайда беретінін айтты. Мен де оны қайтадан жібере салдым дейді. Расулуллах алейхиссалам: не екен ол сөздер дейді. Мен: төсегіңізге жатқан кезде аятул курсиді басынан соңына дейін оқыңыз. Бұны оқысаңыз, Алланың жіберетін бір қорғаушы жаныңнан айырылмайтынын және таңға дейін шайтан сізге жақындамайтынын айтты деп жауап берді. Расулуллах алейхиссалам бұған қара, өтірікші болса да бұл жолы дұрысын айтыпты. Ей Абу Хурайра, 3 түн бойынша кіммен сөйлескеніңді білесің бе дейді екен. Мен жоқ деп жауап бердім. Ол бір шайтан еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Үйінен шыққан әркімнің қолында 2 ту бар.
бірі періштенің қолында, екіншісі шайтанның қолында болады. Егер ол кісі Алланың жақсы көретін әрі рызасына сай бір іс үшін шығатын болса, оның артынан үйіне қайтқанша қолындағы туымен періште еріп жүреді. Егер Алланың қаһарына ұшырататын іс үшін шықса, шайтан қолындағы туымен оның артынан ереді. Ол адам үйіне қайтқанша шайтанның туының астында болады. Имам Маликтен келген риуаятқа қарай, оған мынадай хабар жеткен. Халид ибн Уалид радиаллаху анху Хазіреті пайғамбардан алейхиссалям: мен ұйықтап жатқанда қорқытыламын, не істеуге кеңес бересіз деп сұрайды. Сонда оған: Алланың атымен мына сөздерді айт. Оның қаһарынан, азабынан, пенделерінің жамандығынан, жауыздығынан, шайтанның уәсуәсінен мені жамандыққа итеретін оның жанындағылардан Аллаға сыйынамын деп айт. Бақара сүресінің соңғы 2 аяты бір үйде 3 күн оқылмаса, ол үйге шайтан жақындайды. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кейбір хадистерде шайтаннан қорғану үшін аятул курсидің оқылуына кеңес береді. Риуаяттарда бір кісі үйінде жүргенде немесе төсегіне жатқан кезде аятул курсиді оқыса, Алла міндет жүктеген бір қорғаушының таңға дейін одан еш айырылмай жанында болатынын және сол уақыт ішінде ешбір шайтанның ол кісіге жақындай алмайтынын айтады. Абу Хурайрадан радиаллаху анху келген бір риуаятта адам кейпінде келген шайтанның Хазіреті Абу Хурайраға төсекке кіргенінде аятул курсиді оқуын кеңес еткені, солай жасаса ешбір шайтанның оған жақындай алмайтынын айтқаны айтылады. Анастан радиаллаху анху риуаят етілгеніне қарай, Расулуллах алейхиссалям былай бұйырған: кім үйінен шыққан кезде бисмиллахи тәуәкәлту әл-аллахи вәлә хауля вәлә қуатта илля биллах дейтін болса, періште оған былай дейді: әр қайғыдан сақтандың, қорғау астына алындың және дұрыс жолға түсірілдің. Оның үстіне шайтандар сенен алыстайды дейді екен. Ал кімде-кім Рахман Алланы еске алудан сырт айналса, яғни Алланы еске алу оған құлшылық ету мәселесінде немқұрайдылық танытып ғапылдыққа салынса, біз оған бір әзәзіл шайтанды қосып қоямыз. Сөйтіп ол оның ажырамас жолдасы болады. Әзәзіл шайтандар оларды Аллаға жеткізетін хақ жолдан тайдырады. Олар соған қарамастан өздерін тура жолдамыз деп есептейді. Ал құзырымызға келгендерінде ол әзәзіл жолдасына: әттең, сені мен менің арамда 2 шығыстың, яғни шығыс пен батыстың арасындай ара қашықтық болғанда ғой, сен неткен жаман жолдас едің деп аһ ұрады. Бүйтіп аһ ұрып өкінгеннің бүгін сендер үшін титтейдей пайдасы болмайды. Өйткені екеуің дүниеде бірге зұлымдық жасадыңдар, азапты бірге тартасыңдар. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: бір адам сәжде аятын оқып сәжде етсе, шайтан жылап бір бұрышқа шегінеді және былай дейді: түріме қара, адамзатқа сәжде ету бұйырылды да сәжде етті. Осы себепті жәннат оныкі. Маған да сәжде ету бұйырылды да сәжде етуден қаштым. Осы себепті жаһаннам менікі деген. Ахнаф ибн Кайстан жеткен риуаятта: мен Мединаға жеттім. Мақсатым Амираль Муминді, мүміндердің әмірі, басшысы Омар радиаллаху анхуды көру еді. Жеткен кезімде үлкен жамағат жиналып, сол жерде Қааб әл-Ахбар, яхуди болған мұсылман адамдарға уағыз айтып, былай деп жатыр екен: Адам алейхиссалямға өлім әмірі келген кезде: я Раббым, дұшпаным Ібліс мені өлген күйде көргенде өзіне қиямет күніне дейін демалыс берілу себебімен қуанады, жаныма келгенде күледі дейді. Оған былай жауап берілді: әй адам, сен жаннатқа қайтып кіресің. Ол қарғалған Ібліс болса, бұрынғылар мен кейінгілердің саны сияқты өлім азабын тату үшін күтуге қалады. Сосын адам Хазірет Әзірейілге: оған өлімді қалай таттырасың, оның сипатын айтшы дейді екен. Әзірейіл оның өлімін түсіндіреді, сипаттайды. Адам,
алейхиссалам, я Раббым жетер дейді екен. Осы әңгіме айтылғаннан кейін адамдар толқымен қағыпқа келіп, ей Абу Исхақ, бізге де айтып берші дейді екен. Қағып түсіндіруден бас тартады. Адамдар талап етіп қоймайды. Бұған қағып, құдіретті Алла бір үрлегеннен кейін Хазіреті Әзірейілге саған 7 қат көк пен 7 қат жердің қуатын бердім. Және бүгін саған бүкіл ашу мен қаһар киімін кигіздім. Ашу және шабуылыңмен тасқа айналған ібліске түс. Енді оған өлім азабын таттыр. Адам мен жындардан бұрын және кейін келіп кеткендердің азабын еселеп қамтитындай бүкіл азап пен ауруды оған жүкте. Жанында ашу мен өшпенділікке толы 70 000 жаһаннам күзетшісін және олардың әрқайсымен бірге жаһаннам шынжырлары мен бөренелері болсын. Жаһаннам ілмектерінен 70 000 ілмекпен ол қарғалғанның сасыған жанын суырып шығарыңдар. Маликті де жаһаннамдағы періштелердің басшысын да шақыр. Жаһаннамдардың есіктерін ашсын. Хазіреті Әзірейіл оған көктер мен жерлердің халқы қарағанда қорыққаннан дереу өліп қалатындай күйде кейіпте түседі. Әзірейіл түседі ібліске барып, тоқта ей кір лас дейді екен. Енді саған өлімді таттырамын, көп өмір сүрдің. Аллаға жақын қаншама кісіні адастырдың. Міне соның бәрі бітетін уақыт келді дейді екен. Малғұн шығысқа қашады. Қараса Хазіреті Әзірейіл көзінің алдында. Батысқа қашады. Қайтадан көзінің алдында. Теңізге сүңгіп кетеді, бірақ теңіздер оны қабылдамайды. Қысқашасы жердің әр шетіне қашады. Сыйынады, бірақ құтқарылатын жер таба алмайды. Сосын жердің ортасында Хазіреті адамның мазарының жанында тоқтайды. Және шығыстан батысқа, батыстан шығысқа топырақта сүрініп, ең соңында Адам алейхиссаламның жәннаттан қуылғанда жерге түскен жеріне жетеді екен. Жер бір шоқ сияқты болады. Жындар ілмектерін тағып тартады. Алланың қалаған заманына дейін азаптайды. Ол солай азап шегіп жатқанда Адам мен Хауаға: тұрыңдар, дұшпандарың өлімді қалай татып жатыр, қараңдар дейді екен. Тұрады. Ол шегіп жатқан азаптың қарқынына қарайды да, я Раббым, бізге нығметіңді аяқтадың дейді екен.